келет деп. Жомарттық сондай екен ғой. Өйткені жомарттық бұл пайғамбарлардың сипаты екен. Ең үлкен сипаты пайғамбарлардың жомарттық екен. Ал керек болдыңыз. Значит, анау мынау адам қол ашық болмайды, қажет. Қол ашық болмайды. Ал енді дейді, кедей болып тұрып жомарт қылса дейді, жомарттық қылса, Алла одан қатты жақсы көреді дейді да. Алла жомарттарды жақсы көреді дейді. Кедей болып тұрып жомарттық қылса, одан қатты. Бізде мынадай хит әңгіме бар ғой. Мен өзім жолдас балдарымды айтады оны. Пати, енді мен Пати деп айтады, Нұрсұлтан деп айта берейінші енді. Нұрсұлтан бізге дұға қылшы дейді. Бізге дұға қылшы, Құдай дүние берсін, шашайық дейді да, жұмсайық дейді. Мен ше артымда ашып күлем ғой ше. Сөйтіп сұрамай қойшы деймін да, о кәм. Сен бар ғой, жоқ кезде бере алмаған адам, қолыңа дүние біткен кезде берем деп ойлама. Жоқ кезде, яғни кедей кезде бермеген адам, дүние біткен кезде вообще бере алмайды. Вообще бере алмайды. Ол одан сайын, ана түскен сайын бар ғой, ол кедей болам деп қорқа бастайды ол. Сол үшін айтты ғой, адамның